Ұлт мақтанышына айналған Павлодар облысының танымал тарихи тұлғалары шоқ жұлдызында академик Қаныш Сәтпаев өз алдында ерекше орынға ие. Ол қазақ жер қойнауының бірінші ашқан, қазақ елінің ғылымының биік шыңға көтерген ғұлама ғалым. Азан шақырып қойған аты Ғабдулғани болған баянауылдық бала аса әрі ойшыл, әлемге белгілі ғұлама ғалым болып қалыптасты. 1926 жылы Жезқазған жеріндегі жұмысқа кіріседі. 4 жыл ішінде ол бұрын ашылған руда қорының 450 есе көбейтуге қол жеткізеді. Қазақстандағы мыс кеңі табылған жер әлемдегі ең ірі мыс қорының орны болып танылады. Оның соғыс кезіндегі осы ерлік мемлекет тарапынан әскери ерлікке теңестіріледі. Ол Ленин және Отан соғысы ордендерімен марапатталады. Ел басшыларымен бірге мавзолей мінбесінде жеңіс шеруін қабылдайды. Қаныш Сәтпаев ашқан бір ғана жезді кеніші 1943 жылы елдің 80%-ын жуық марганецін өндірген. Қаныш Сәтпаев Қазақстан Ғалым Академиясының негізін қалаушы, алғашқы президент болды. Оның арқасында бірнеше жаңа академиялық институттар ашылды. Ол 50-ші жылдардың басында қуғынға ұшыраған қазақ ғалымдарын қорықпай қорғады. Маған сеніммен берілген ғылыми мекемелердің негізсіз қаралуына келісім бермеймін деген ол, Ғылым Академиясының президенттігінен бас тартуға мәжбүр болды. Алайда ер мінезді ғалым бұған мойымады. Сол жылдарды пайдалы қазбалардың металлогенді болжам картасын жасауға кіріседі. 1958 жылы ғалым осы жұмысы үшін Лениндік сыйлыққа ие болады. 1955 жылы Қаныш Сәтпаев Қазақ Ғылым Академиясының басшылығына қайта оралады. Ғылым Академиясының президенті Қаныш Сәтпаев энергетик ғалым академик Шапық Шокиннің Ертіс Қарағанды арнасын салу туралы ойын қолдап, барлық жағдайды басшылық жасап қолдап отырды. Сөйтіп, бұл құрылысты мемлекеттік 7 жылдық жоспарына енгізуге қол жеткізеді. Қазіргі уақытта бұл арна Қаныш Сәтпаев есімімен аталады. 1964 жылдың қаңтар айының 31-інде қазақ халқының ұлы перзенті дүние салды. Осы ауыр күнді есіне алған академик Әлкей Марғұлан, ол өз ұлтының мақтанышы еді, өз елінің өркендеуіне күшін салып, еңбек етіп өмір сүрді. Ол өмір бойы еліне қызмет етуді жоғары мәртебе санаған еді, деп жазады. Нұр жаусын деп талаптандым, талмадым. Ата-баба әз үмітін жалғадым. Жан шуағын, жүрегімнің жылуын, риза бол халқым, саған арнадым. Ұлыбританияның премьер-министрі болған Уинстон Черчилльмен кездесуде барлық қазақ сіздей бойы биік пе деген сұрағына академик Қаныш Сәтпаев менің халқым менен де биік деп жауап берген екен. Соңғы демі біткенше Қаныш Имантайұлы Сәтпаев халқы үшін өмір сүрді. Тау қопарып, өзен көлді бағындыра білген Қаныш Сәтпаевтың болмыстық ерекшелігі де осы еді. Бұл туралы белгілі қазақ жазушысы Медеу Сәрсеке академик Қаныш Сәтпаевқа арнаған кітабында толығынан атап көрсетеді. Қазақ елінің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қаныш Имантайұлы туралы Қаныш Сәтпаев Кеңес одағының ғана емес, өткелі тұрған ғасырдың да ұлы адамдардың бірі болып табылады. Мұндай жоғары деңгейге Қазақстаннан, қазақтардан әлі ешкім көтерілген емес деген болатын. Бізде оның жерлестері осы ұлы адамның жер жаһандық деңгейдегі ұлы тұлғаның жарқын бейнесіне лайық болайық.